Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін Асхат Мұхаммедқалиев YouTube арнасында жаңа жобада бізде қонақта актер, қазір шулатып атқан Черный двор сериалының актері Ақжол Пірімбетов. Ассалаумағалейкум, бәріне сәлем. Біз бұл шоуда жалпы қонақтың және өзіміздің де чувство юморасы жайлы әңгіме қозғаймыз. Жалпы ол сені мысалға не күлдіртеді, сен қандай заттардан күлесің, жалпы әзілге деген көзқарасың, сен чувство юмораң қалай пайда болды осы өмірде, сол жайлы әңгімелесеміз. Бірден сұрақтан бастайық онда. Соңғы уақытта сені күлдірткен нәрсе, может ол адам ба, бір видео ма, бір күлкілі жағдай ма, соңғы уақытта не болды сондай? Жаңа бір нәрсе айтамын. Соңғы жоқ, қатты күлдірткен, күлдірткенде смех и грех дейді ғой. Сол сияқты менде кеше болды. Өткен кеше түнде мен Талғарға кетқам, Алматыға. Не үшін айттым Талғардан Алматыға деп. Сонда кетқам, бір жігіт аудиозапись жазып жіберді. И вот соның аудиосы қатты өтті. Бар ма аудиосы? Бар. Бар адам қазан тартса бізді. Яқта Боққан төретін район бар көреді. Қызылорда қаласынан болам. Есім Темірбек Жолсар, 13 жастамын. Былай икемім бар онда, төбеле санда ұрлық дейтінге. Бір рет аласақта ұрлыққа түстім бойынша аласайды. Де магазинге. Нормально, опыт бар. Адам өлтіру керек па, ондайдан да опытым бар бойынша. Или құлау керек па, бір нәрседен ондайда да опытым бар бойынша. Жаңа ғана не қой құлап тұрмын. Жаңа ғана не қой құлап тұрмын деймін. Жоқ, бірден айта салайыншы, осы моментті қолданып, енді Құдай қаласа білмеймін ғой, қанша просмотр жинайды, енді көп жинасын. Осы жігітке жазып жібердім. Біздің кейіпкерлер жасаған қателіктерді сендер жасамаңдар. Өйткені арты жақсылыққа апармайды. Енді кішігірім бір білмеймін, енді бұл әңгіме қалай болады. Өйткені алдында да біреу жазып жіберді, мен жұмаға барып салған бойсыздар, жұма мүбәрәк десем, мал саған жараспайды ондай нәрсе дейді да. Сөйтеді да. И негізі қате, арты жақсылыққа апармайды, сол себептен Құдайдың жолында құлшылықтарыңды істеп, ата-аналарыңа қызмет етіп, аман-есен жүрулеріңді біз тілейміз негізі. Бұл вообще басқа бағытта түсірілген материал ғой, онда серьезно қабылдап қалды адамдар бүйтіп. Иә, енді ондай болады, адам әртүрлі 17 жастамын деп отыр, енді не істесең, ұрлыққа адам өлтіруге икемім бар деген. Адамнан икемім бар да ше. Резюмесінде тұратын сияқты, так, коммуникабельность, работоспособность, адам өлтіруге икемім бар деп. Тез үйренемін деп пе? Жоқ, сонда мынау по идее ол Ақжолға жазып отқан жоқ қой, негізі ол Гарикқа жазып отыр ғой. Сен танып отқандар көп шығар, бір күлкілі бір жағдайлар болған шығар. Иә, бағана уборныйда болған жағдай. Қалай ол? Асхат естіп алған, бірақ біз осы қызықты жағдай болғаннан қайталап. Короче, мынандай жағдай болды. Алматыда, тұсымда. Талғардан келе жатсың? Жоқ. Кеп қойғанымыз. Кеп қойғанымыз. Мынандай болды, тұсымға барам, астында уборный бар ғой, соған кірем. Вот вопрос бұл жерде, мен Арбатта не істеп жүрмін деген. Не істеп жүрсің Арбатта? Жоқ. Иә. Съемка? Жоқ. Туалет. Сөйтіп, в общем, уборныйға кірем. И енді всегда мен андай уборныйға кірген кезде бір кішкене грязный әңгіме болуы мүмкін, андай кабиналарға кіремін негізі всегда. И андай болады мужской бұрынды кіші дәрет сындыратын өзі. Кіші дәрет деп айтқаным ше. Соған бүйтен бос емес екен, соған придется, соған жұмысын жасауға сөйтіп сол жаққа кіріп бүйтіп. Кіргенде тұрмын бүйтіп. Мынандай кабина ғой, тұрып жасайсың ғой. Бір жігіт келеді қасыма бүйтіп келеді да. Брат, сен Гарик емессің ба дейді. Ол да істеп жатыр ма жұмысын? Жаңа естіттім ғой. Жоқ, ол жұмысын істеп жатыр ма? Жоқ, ол да енді екеуміз неғып отырып қой, енді кіші дәретті сындырып отырып қой. Вообще сөйтіп тұрады да, енді уборында сөйлеуге болмайды, тұрсам бүйтеді. Брат, сөртке түсейік дейді. Естісің екен адам сәл. Жоқ, мен естісем де абсурдный ситуация да. Сөртке түсейікші дейді, сөйтіп мен. Дедім де енді, сөйтіп қолымыз жуып шықтық. Шыққаннан кейін қолымыз су ғой енді. Тұрады да, Гарик баш? Ақжол баш. Қалай болады екен Гарик болған десің? Ақжол баш. Қолымыз екеуміз су, брат, сені көрем деп ойламадым бар ғой дейді. Қолым үстіме сүртіп, короче, сөйтіп қайттым үйге. Фотоға түстің еді? Фотоға түстік бірақ. Мынандай жағдай болды, айта салайыншы соңғы история. Қырғызстанда болған жағдай.
Қырғызстанда да жүремін арасында. Арасында шетел асып тұрамын. Арасында граница асып. Қырғызстанда бір өзіміздің 1-1 студияның адамдарымен біз барып демалатын жеріміз бар. Ну, андай судың жағасында летний бар сияқты. Соған бардық. Бір қыз келіп суретке түседі, ну, мақтанып жатыр деп ойлап қалатқан шығар адамдар негізі. Жоқ. Явно ойлап отыр. Жоқ, енді ол болған жағдай ғой. Бір қыздар келіп суретке түседі деп бүйтеді. Басында күшті келді, можно с вами сфоткаться, давай деп суретке түстік. Сөйтіп түнгі 2-де машина салады, оказывается, Ақжол Пірімбетов тоже бухает деп салып қояды ғой бардық. Сосын мен жаздым, ана қызға жынды, мен ішпеймін ғой деп. Хотя реально мен ішпеймін. Тек су ішемін. Адамдарда андай как-то стереотип шығар, барда жүрсе ішу керек деген сөз. Сөйтіп ойлап қалған ғой. Хотя мен ол жерде не лимонад ішіп отқам негізі. Лимонад әшейін. Пинтаға мысалға обед ішуге барамыз. Мен мысалға БХБ-ға завтрак ішуге барамын. Ал, пожалуйста. Деп. Кәдімгі сериалдағы образбен шатастырады да, сондайлар бар енді. Талай актерлармен араласып жүрміз ғой. Көбі сонда айтады. Мынау да мақтан қалды. Жоқ, еще талай дегенше. Талай актермен араласып жүріп қой. Мына Мұхтар Әуезов театрының Қара шаңырақтың біраз актерлары бар енді өзімізбен араласатын. Иә, дастарханында болып жүрген. Жоқ, көбінің енді айтатын осындай әңгімелер, өйткені адамдар түсінбейді. Жоқ, андай суретін адамдар болады, актерларша. Міне бүгін Асхаттың шаңырағындамыз деген сондай болады. Бүгін Ақжол бауырымызбен Деп қойды еще ана. съемкадамыз, проект деп. Иә, көрермендер жалпы ажырата алмай қалады. Мысалға осындай «Черный двор», «Шекер» сияқты сериалдарда енді адам, енді ол актер болған, профессиясы болғаннан кейін сондай кері персонажды ойнайды да, өмірде келіп сол үшін әңгіме айтатын адамдар бар. Сол үшін енді сериалды соңына дейін көру керек біріншіден. Сериалдың мағынасын, посылын түсіну үшін, одан кейін келіп әңгіме айтсаңыздар болады. Ал көру үшін ТВ+. Ал көру үшін ТВ+ Енді біз қазір юмор жайлы деп отырмыз ғой, бағдарлама. Неге Ақжол келіп отыр, ол өнер саңылағы актер емес пе деген әңгімелер айтуы мүмкін, е? Юморға қатты қатысы бар. Неге қатысы бар деп? Жоқ, қатысың бар ғой. Конечно. Өйткені Ақжол бірінші очередь демей қояйық енді, бірақ актерлікқа дейін Мен 5 жыл ойнадым. Бірінші орын деп айтады. Бірінші орын деп айтатын шығарсың, жайдарманшысың, КВНшіксің. Иә. КВН мектебін көрген адам, сондықтан юморға тікелей қатысы бар. Ол қай жылдар болды, ол қай? Біз Манас, Манасын сурет шығамын монтажбен. Манас шықпайды. Шықсайшы, пожалуйста, мен мақтанам. Манас и Асқар Оразбаев. Үшеуміз еңбекші қазақ ауданы Есік қаласынан қазақ жастары деген жайдарман болып шыққанбыз. 2014 жылдан бастап ойнадық. 2013-14 қателеспесем. Сөйтіп 5 жыл жайдарман ойнадық. Одан кейін балдар уже 11-ші классқа келді Манастар, мен 9-ші класс. Олар Атуға кетті, мен Жүргеновқа кеттім. Сен 9-дан келген бе? Иә, колледжде. Негізі мен мақсатым андай болған ғой, мен баласын ғой, мен ойлағам Жүргеновқа тапсырған адам Тұрсынбек Қабатов болып шығады деп. Мен изначально негізі юморист болғым келген, по идее. Потом уже түскеннен кейін, уже 1 жылдан кейін түсіндім, ондай емес екен деп. Негізі мен, по идее, сахнаға деген жалпы махаббатта шыққан жайдарман ғой. Сол себептен жайдарманға рахмет деп айтамын. Так, онда, может, көшейік бірінші видеоға. Жалпы Ақжолды күлдірткен нәрсеге. Иә, сен енді қазір бәріміз TikTokта отырамыз. TikTok, басымды күлетін жеріміз TikTok қой негізі қазір. И сені не күлдіртеді? Мені ма? Маған вообще интервьюлар күлдіртеді. Қытайлар кіріп жатыр ғой қазір визасыз режим деп. Егер де бізге Қытайлар қаптайтын болса, біздің болашағымыз қандай болмақ? Біздің болашағымыз, егер Қытай қаптайтын болса, пиздес болады. Вот осындай интервью беру керек. Обычно просто. Жөніне ашық дейсің ба? Жоқ, ондай серьезный жауап қасы. Күтесің ғой, кәдімгі серьезный сұрақ. Қытайлар қаптаса не болады десеп. Отырып, не болады деген. Мен ойлаймын, мынау негізі аға өзі бүйтіп кесіп Жан Ахмадиевпен қойып алған сияқты, мен ойымша. Негізі болмаған интервью или болды ма білмеймін. Енді бүйтіп есі дұрыс адам бүйтіп не алмайды шығар, бүйтіп жауап бермейді шығар. Жан Ахмадиевтен серьезно. Жоқ, андай ғой. Даниял Ахметов интервьюін көрдің ба? Даниял Ахметов. Кім? Жарайды. Білмегенім дұрыс негізі. Әкім ғой Шығыс Қазақстан облысының жақында орын алып. Әкімдер мені таниды шығар. Так, келесі видео.
қандай жұмысына деген махаббат. Бұған не айтасыздар, құрметті сарапшылар? Жалпы негізі бұндай видеолар сіздерді күлдіртпейді ғой. Аса не жазылып тұр екен анау? Анау не Таиландты хинди ма не қандай тіл анау? Көз есімін білмеймін. Менде бір сұрақ, не істеп жүр анау? Шынымен құлай қарат. Ой алла, келесі. Шын күліп жатсыңдар ма негізі? Стараемся. Бізде Олжас деген бала бар, Байгайста. Өтірік күледі ше. Жақпайды маған сол бала. Олжастың түрін шығармақ қойыңдар мына жерге. Не надо? Жартылай сөйлейік қандай? Қандай да жерім ба? Олжас қазір қызбен жүріп жүр. Вообще жүрмейтін жігіт еді ғой. Инстаграмда Олжас туралы бір информация айта салайыншы. История бар ма Олжас туралы? История жоқ, просто ол енді кішкене андай бала еді да. Байгайсқа дейін, ол кішкене замкнут емес енді андай. Черт. Жоқ, собранный бала еді ғой, бүйтпейді. Сабырлы, иә, бүйтіп, деп андай. Серьезный ғой, короче. Иә. Потом уже андай синоним тағы табамын. халыққа үйреніп бастағаннан кейін ашылып кетті ол. Оның 10 жыл Инстаграмда бір аватарда ғой сурет, ауыспады ғой вообще. 10 жыл демей ақ қояйын, бір 5-6 жыл тұрды ауыспай ше. Қара костюм, қызыл кофтасымен. Қалай халыққа шығып үйренді, авасы ауысып, аптасына бір рет уже кәдімгідей. Қызбен жүріп, кәдімгі ойпырмай, түнге де кетіп қалады кәдімгі қыздарға. Қыздарға емес, қызына. Машинасы бар қызбен жүреді, ладно. Кетті. Пластикадан кетті. Атың ба? Шалқа? Мен мұнамен еріп барғам, мына дос екен. Сол мен еріп апарды. Бізде кетіп сонда. Сол мен бардым, барып, бұлар маған ішкізді, арақты іше алмаймын мен. Ішкізді, осындай қалып. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Шалқар Ахан. Бізде бүгін жаңа YouTube жоба Абай Шәкәрім өлеңдерін талдау. Абай Шәкәрім өлеңдерін таңдау. Просто ананы видеоны салса, Абай Шәкәрім өлеңдерін талдауды қарамайды ғой ешкім ана. Бұрынғы несін пайдаланып тұр ғой. Бұрынғысын көрдіңдер ғой, по идее. Иә, классика бұл, енді қазақ мемдердің классика. Ана жер өткенше дірілдеп кеттің ғой. Жоқ, нелер, түрлер, типаждар кайф қой ана екі баланың ше. Жоқ, сол мына екі бала, сол екі бала ма? Мына біреуі сол. Біреуі сол. Біреуі сол. Бұрынғы атқан видеосын пайдаланып тұрды, ана қазіргі несін качество. Маркетинг күшті екен, Күшті маркетинг күшті. Сериал продвигать. Контрастты. Гиф жасасың ғой. Ішкізді. Мына сериал продвигать етуге де болады ғой, солай. Например. Иә, жақсы идея негізі. Сен үстіңдегі киім күшті екен. Папамдікі. Серьезно? Иә, серьезно. Еркекше. Еркекше. Надежды, мужчина, бля. Иә. Келесі. Тез бітетін сияқты, наша ше, тез бітетін сияқты. Мақсаты видео көру емес қой мынаны. Талдау әңгіме айту ма? Айтпақ ма ше, мен скейтті қарастырды да, просто соңында түсін анау үлкен мужик. Жаңа ауылдағы бір адамдар болады, қырыш дейді ғой, залға кіріп кетсең, кәдеш деп. Айдын деп. Айдын. Нәпсі? Анда видео ғой, категория. В этом видео непонятно ничего дейтін. Жоқ, ондай емес. Ондай емес, иә. Деп о. Онда келесі. Жоқ, бұтырсына, осыны ақылдасайықшы. Менде сұрақ не үшін? Жоқ, ақылдаспен. Жоқ, менде не үшін депті ол сұрақ, өзі дым жақсы деп баратқан адам скейт. Правильно. Жоқ, Алматыда скейт деп етіндер түсінбеймін мен. Осы кайфы неде скейттің тебесін сендер скейт? Самокат. Жоқ. Сен самокат тебесің бе? Иә. Қандай джет? Жоқ, өзім. Өзің самокатың бар ма? Жеке? Жеке брендсің ба? Жеке самокатым бар. Сен не тебесің? Сен не тебесің? Мен теппеймін. Айтқым келіп тұрған жоқ ол сөзін не тебеді. Ол банальный. Ол банальный. Жоқ, не тебесің дегенде самокат великтен мат жоқ бізде. Маған велосипед ұнайды. Велосипед ұнайды. Иә, бірақ Жоқ. Сендерге андай қыздар жаза ма бүйтіп жаңбырлы күні самокат тебейікші дейтін? Мен әйелім бар ма? Жазбайды екен. Әйелің бар ма? Еркек. Әйелім жазады. Әйелің. Жаңбырлы күнде
маған жазады самокат тебейікші деп. Бірақ мен теппеймін самокат. Неге самокат? Еще бірнеше қыз жаза ма сол? Өте көп. Именно самокат тебейікші деп. Самокат тебейік дейді, басқа нәрсе тебейік дейді. Или тепші дейді просто мен. Көп ондай. Көрсетейін ба? Жоқ, да, там подкаст жасайтын қыздар бар ғой енді саған. Иә. Ең күлкілі подкаст қандай болды андай? Самокат тебейікші деген күлкілі ғой тоже, но прям сен айырылып қалдың, Жоқ, сериалға байланысты подкаст жасады. Мен оқыған жоқпын, просто бүйтесің ғой. Үшінші серияда енді көргендері бар шығар. Үшінші серияда менің бір андай сахнам бар да, машинаның ішінде. Керемет сахна. Иә, бүкіл жан дүниені требовать ететін сахна. Да? Көрейікші. Еще Манас пен Асқар тұрса екі жағында. Манас пен Асқар тұрса. Әлі тұр ма астында? Не айтып отырмын, қыз подкаст, иә? Мындай болды, менің машинам бар, енді атын айтпай қойын, бывший әкімнің қызымын дейді. Біз жаңа айтқан алған шығар. Бывший әкімнің қызымын дейді. Ну, депутат, әкім. Әкім деген жоқ, өтірік айтамын. Депутат деді, министр деді. Менің машинам бар, Toyota 50. Toyota ақша төлесін, сендерге реклама айттым ғой мен. Toyota деп. If you later moment деген шығады ғой, иә? Сөйтіп, бүйтіп, тауық алып кетемін мен сені дейді. Үшінші серияны қайталаймыз ба дейді. Үшінші серия қайталаса, полный қайталаса. Полный, знаешь, басынан бастап шандай дейді. Где все данные? Не один езжу по городу. Мына қарашы, мынау өтейді ше, мынау. Қатты зайнелады ше, мына жұмысына қарашы. Жоқ, спокойно болды өткізіп отыр ғой ма, онша дайындалып ше, достар угорать дейді. Негізі бұл видеоларды біз Олжас екеуміз бірге отырып көргенбіз, сол кезде өткен. Мен жаңа сонда айттым, маған жіберші видеоларды дедім. Сосын жіберіп тұр. Потому что енді Олжастың телефонда сохранениялар да бұлар, мен таба алмаймын ғой. Ойласыңдаршы кішкене. Сөйтіп. Сондай болды. Сондай болды. Негізі мен өзім андай заттар көремін, жануар. Бір андай. Милыйлар ма или? Жоқ, милыйлар ғой сол. Мысықтар. Тиктокта андайлар бар ғой. Крокодил нені елік жеп ататын. Андай бар сосын Индияда көшеде шай жасап беретіндер бар ғой бүйтіп. Индияда көшеде бірдеңе істеп жатқан видеолар сондай. И сосын андай нәрселер көремін мен. Анау бір битбокстың музыкасы бар ғой. Тоң-тоң-тоң-тоң дейтін бүйтіп. Лақтырады, соны біреу қайталайды баклажканы. Андай до конца отырып көремін ше еще. Өмірім скучный негізі по идее. Өте қызықсыз. Медиаға келсек, күлдірткен фильм, сериал бәрібір, мүмкін ситком. Ең қатты күлдірткен, ең бірінші бала кезімде көрген. Тупой еще тупее. Джим Керри. Джим Керри это, бля, король юмора. Мистер Бин. Мистер Бин. Үшінші комедия. Мальчишники в Вегасе, мальчишники, ну, прям кайфовый фильм. Андай, демалып отырып, бүйтіп, мұздай қолаңды алып отырып, ішетін деп ішіп көріп отыратын. Ну, кола ішіп отыратын кино ғой. Мен просто ішпеймін бірде. Екі рет айтты уже сонда. Сағымдарға да ішетін сияқты. Ішетін адамдар, мен ішпеймін деп біреу ішіп отырады да, андай, сен массың десен, жоқ, мас емеспін дейді, бірақ арасында ең мас сол да керек. Өзің КВН ойнадың ғой? Қандай комедия ма? Иә, сен юморға. Маған Асқаттың бір шуткасы қатты ұнайтын бәрі. Қазақстанда көтерілу үшін мынау керек. Саусақ дейтін. Маған қатты ұнайтын мысалға. Осы стычка. Әлі айтады оны? Маған прям қатты прям басынан бастап сонда дейін ондай никогда болған жоқ, күлген жоқпын. Именно комедия жанры. Ол впритык киносы. Мен номер бір тоже впритык. Впритык номер бір деп ойлаймын. Комедиялардан білмеймін. Қалай да? Крутой препод па бір фильмдар бар, немецкий бір комедиялар. Солар Адам Сэндлердің фильмдары кайф. Клик с пультом по жизни дегендер ғой. Ой, кәдім серьезно әңгіме. Оны жақсы мен өзім таңғалып отырмын. ЧБД-де отқан сияқтымын. ЧБД, серьезно әңгіме. Андай су ішіп болады ғой андай. Чисто су үшін ЧБД ба? Орындықта отырмын, су ішіп отырмын. ЧБД ғой мынау? Енді комментарий жазады. Сендер орындықта отырсыңдар, су ішіп. ЧБД мынау деп. Мен комедияға шақырмайтын сияқты осы, кстати. Неге? Ана, типа, амплуаң осы сенікі деп қалып. Жоқ, байқаған андай фейс дейді. Фейсқа келмейді дейді. Думаешь? Келеді комедия? Келеді. Да? Келеді. Сені байқамай жүр ол режиссерлар. Просто бір-екеуіне барып көрдім.
телевизионный фейс емес дейді, немесе бір андай. Сол үшін екен ғой мен ренжулі екенмін ғой, оказывается, иә. Қазақстанға, Астанаға, иә, оказывается. Қазақстанға өзі өте алмай қалған болып тұр. Иә, мен өтір көбісі көк тарландарында жүретін еді деп. Көк тарландар. Казбатта жүретін еді кезінде. Да, Казбат. Біздің Казбат жақсы, кстати, иә? көрінген. Казбат жақсы. Шерпен ойнаған. Жоқ, типа, телевизионный фейс дейтін болады екен, оказывается. Мысалы, сенде екеуі телевизионный фейс. Рамуэн ойнайтын түрі басқа. Қазір ол Жоқ, ондай бұрынғы каналдар сияқты Келімжанға мен түсетін болсам, по-любому менде добрякты ойнай алмаймын. Ойнай аламын негізі, бірақ маған бермейді, потому что сен түрің андай бір ауылда жүретін алқашқа келеді, либо там біреудің жездесіне, либо там біреу, короче. Главное, ол добрый емес. Бір минусы бар адамды береді да, короче. Менің ойымша бар, андай қазір бізде андай таңдайды ғой актерларды. Бір жерде түсті қарайды да, примерно похожий рольді ойнаған адамдарды тарта береді, айтыр, амплуасы осы ғой осынікі. Антагонист ойнайтын бір 4-5 адам бар, рэкетті ойнайтын 4-5 адам бар, главный геройды ойнайтын Дәурен Сәргазиндар өтті, бір 4-5 адам соларды сөйтіп шақыра берді. Папаларды ойнайтын вообще шанс беріп көрмейді де, короче. Мысалы, Кристиан Бейлдарды алсақ қандай разный ойнайды ғой, супергеройды ойнайды, наркоманды да ойнайды, андай комедияда тренерді ойнайды, комедияны. Иә, бәрін ойнай береді да. Оның енді переплощение болады ғой актердің өзінде. Сен қазір сақалыңды алып тұрса, шашыңды подругаңды сөйтіп қый. Болды ғой? Жаңа перевоплощение темасы соған келіп тұр ғой. Сен егер нормально ақша тауып жатсаң, актер ретінде сенде рольға дайындалуға бір жарты жыл болады, сен диетаңды ұстайсың. Еще уақыт бермейді ғой бізде. Дайындалуға уақыт бермейді. Аманда енді ол қалай енді бір жағынан қимайды, қазір мен шашымды алып тастап, сақалымды бәрін алып тастаймын, арықтаймын да, мына бір тиын тебенге қазір мына роль түсем, одан кейін қайттан восстанавливаться ету керек қой. Реклама түсіру керек. Диасаға бізге уақыт берді черный дорога. Например, біз утверждение болды рөлге. Бір айдай уақыт болды прям дайындалуға. Диасаға кинолар айтты, осыны көр, осылай істе деп. Сол кезде Хитлерға қатты еліктеп, үйден бір апта шықпай, типа. Еліктеген ғой, қызық болды да, қалай ол деп. Кішкене ауырып қалдым. В прямом смысле ауырып қалдым прям. Андай. Болады ғой, слабость, бір сырость, сондай бір не болды. Өзіңе ұнайтын актер қайсы жалпы? Қазақстанда ма? Қазақстаннан айтсаң болды и вообще по миру айтсаң болды. Өзіңді. Топ-3 қылайды. Топ-3 үшінші, Голливудтан маған ұнайтын ең бірінші очередь Хит Леджер, Джокерді ойнаған. Одан кейін Дэниел Делюш. Нефть деген өте аз кинода ойнады. Ол кісі таңдайды кәдімгі. Өзі 17 ма, 15 кинода ғана ойнады ғой в целом. Таңдайды прям киноны. Ол анау кім бір исторический бір кино, біреу биографиясы. Линкольн. Иә, в общем, 10 жыл уақыт берген ғой дайындалуына. 10 жылдан кейін ойнаймын деген ғой. Кім режиссер, кім Титаник түсірген. Одан кейін үшіншісі кім жастардан Том Холланд ұнайды. Ну, прям мощный, прям андай разнообразный пацан ұнайды. Қазақстаннан Дулға Ақмолда бір. Одан кейін СНГ-да Азиз Бишналиев. Азиз Бишналиев Дулға Ақмолда, старший поколениядан. Үшіншісі думаю, Еркебұлан Дайыров. Еркошаға. Еркошаға деп бірін аралшатын өмір сап айтқанымыз. Еркошаға өзіміздің деп. Осы тиктокқа кетсек. Жоқ, Шам театрындағы актрисалардан біреуді айта салайыншы. Зарина Кармен. Сексистсің ба, немене Зарина Кармен. Зарина Кармен, мощь. Шам театрында ойнаған көрдім. Мощь па? Мощь. Актер себебі? Жақсы сушик. Жалпы актерларын айттық, ал именно комик актерлардан ше саған ең күлкілі адам кім? Комик актер еді? Мүмкін актер да емес, комиктардан дейікші. Қазақстанда ма? Бәрібір айта бер. Стендаперлер болады ғой? Стендаперлер болады. Жалпы саған сен үшін актер емес, жалпы ең күлкілі адамдар. Олжас. Жоқ. Жоқ, өзің білесің, сен тұрып, мысалға, менің бір ағам дей салу мүмкін ол бәрібір. Өзіңе ең бастысы комиктерден. Иә, аңсаған. Аңсаған. Гала ұнайды қатты. Сосын Жансая стендап. Жансая ғой аты? Қызыне, Жансая. Сен жалпы энергоға жатып алыпсың, иә? Энергоға қатты жатып алған. Жоқ, ол андай шынымен стендаптарын көрдім ғой, ұнайды маған қатты. Ол Қазақстаннан, енді по миру. СНГ болсын, әлем бойынша. Қырғызстанда әлемге жатады. Анау жігіт бар еді ғой, атын ұмыттым. Ваня Усович бе? Сол, Артур Чапарян. Конечно, Сабуров. Өзіміздің қазақ Сабуров ұнайды. Манас пен Асқар. Манас пен Асқар, обязательно. Манас, Асқар, Сабуров. Енді битик просто көрермендерге
бір зат айтасың ба, үш зат айтасың ба өзің біл, обязательно көріңдер, осыны көрсеңдер, күлесіңдер дейтін бір бәрібір кітап, сериал, кино, мультфильм, стендап, бәрібір. Осыны көріңдер, осы сендердің чувство юморларыңа көмектеседі, және осыдан күлесіңдер деген. Мәселен мен негізі бүкіл осы юморға қатысы бар адамдар болсын, или қатысы жоқ болсын, барлықтарын мистер Бинді көрулеріңді сұраймын. Мистер Бин, Чарли Чаплин. Прям. Мысалы, не үшін мистер Бин? Потому что ол болып атқан историясы оған трагедия ғой, ит үреді, но ол оны комедия қылып көрсете алады да. Сол себептен өмірде бір негативный жағдай болып қалса, комедия қылып қарап біліңіздер. Мистер Бин, Чарли Чаплин. Қымбатты достар, осымен біз Ақжолдың чувство юморасын талдадық. Чувство юморадан басқа да көп нәрсе талдадық. Саған келгеніне көп-көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Қазақ ұлттық өнер академиясының Ақжол Пірімбетов. Все, рахмет. Болма? Интервью кетті ғой. Формат өзгерді.